құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар, Америка Құрама Штаттары 238 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Сіздерді бүгін ешілікке қарсы алу өз үшін үлкен мәртебе. Ер қадірін көрген біледі, жер қадірін жүрген біледі деген мақал бар. Қазақстанға үшінші рет келгенде осы елдің мен үшін қаншалықты қымбат екенін түсіндім. Қазақстанның әрбір өңіріндегі айтулы өзгерістерді өз көзімен көріп куәгер болдым. Қазақстанның қонақжайлылығына тағы бір мәрте тәнті болдым. Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан Республикасының екі жақты ауқымды әріптестігі стратегиялық деңгейге көтеріліп, енді міне қорғаныс, саяси, білім беру, сауда, экономика және басқа да салаларда дамып келеді. Бұл әріптестіктің енді тек мираға түсетініне сенімдімін.